асық атуды ерекше атауға болады. Асықты кім атады? Бала атады. Осы арқылы ол мергендігі мен ептілігін шыңдап, болашақта сайыпқыран сарбазға айналады. Бұлардың ойындары дәл біздің асықтың ойынымен бірдей таспен ойнаған, әрине. Бұлар капузаш деп атайды. Сол бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрмін. Тек қана 2 адамды таптым. 1930 жылы асықпен бірге көмілген баланы тапқанын айтты үлкен кісі. Сол кезде бұларда ерте заманда асық ойнағанын білдіреді. Содан кейінгілер таспен ойнаған. Өйткені олар қойдың етін көп жемейді. Сол себепті бұл ойын ұмытылып қалған. Басында бізде асық болмады. Содан мен 3D принтер арқылы 5 асық жасап шығардым. Соларды қолданып асық атуды үйрендік. Бұл ойынның адамға пайдасы көп екен. Ол қимыл қозғалыс координациясын жақсартуға және ептілік пен дәлдікті дамытуға көмектеседі. Мен 58 жастамын. Өзімнің физикалық қалпымды сақтау үшін осыдан 5-6 жыл бұрын спортпен шұғылданып бастадым. Жаяу жүрдім, жүгірдім, ал қазір асық атумен айналсам. Бұл ойында адамның барлық дене мүшесі қозғалады. Біз асық ату жарысы осындай үлкен кешенде осыншалықты жоғары деңгейде өтеді деп ойламадық. Бұл тарихқа, ұлттық спортқа деген құрмет. Біз 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарынан ерекше қуат алдық. Енді елге барғанда асық ату федерациясын ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Тоғызқұмалақты адамды стратегиялық және тактикалық жоспарлауға үйрететін ойын. Зерттеушілер тоғызқұмалақ ойыны осыдан 4000 жыл бұрын ұлы далада пайда болған дейді. Оған Түркістан облысы Отырар ауданы Қожатоғай ауылының маңындағы Дастарбасы үңгірлер кешенінен табылған тоғызқұмалақ ойынның 2 тақтасы дәлел. Олар неолит дәуіріне жатады. Қазір бұл көне ойынның керуен тартпаған жері жоқ. Мен Колумбияның Кали қаласындағы Универсидад дель Валле университетінде электротехника мамандығы бойынша оқыдым. Оқуды бітірген соң әлемдегі стратегиялық ойындарды зерттедім. 2005 жылы тоғызқұмалақ ойынымен танысып, қатты қызықтым. Оның ережесін интернеттен үйреніп алдым. Содан кейін ағаш шеберіне барып, ойын тақтасын жасаттым. Қазіргі таңда тоғызқұмалақты меңгерген 200-ге жуық шәкіртім бар. Осы шетелдіктер мен үшін тоғызқұмалақтың жаңа бір қыр-сырын ашты деп айтсам болады. Олар маған тоғызқұмалақтың құндылығын басқа жағынан көрсете алды. Олар айтты, сендер қандай бақыттысыңдар, сендерде осындай ұлттық ойын бар. Біз олай мақтана алмаймыз. Сендерде Абай аталарың ойнаған, қаншама ғасыр бұрынғы барлық жаңағы деректер бар, иә. Сондықтан мен де қазір мақтан тұтам, жалпы әрбір қазақ үйінде тоғызқұмалақ болса деймін. Бүгінгі таңда 41 мемлекеттің өкілі жарысқа қатысып отыр. Ал қуаныштысы, қазір бұл жерде Африканың да, Латын Америкасы, Солтүстік Америка, Европа, Азия барлық құрлықтың өкілдері қатысуда. Былтыр жастар арасында әлем чемпионатында Испания мен Колумбияның өкілдері тұңғыш рет жүлдегер болып еді. Солар барғаннан соң ол елдерде жаңа қарқынмен тоғызқұмалақ дами бастады. Көшпенділер ойынына қатысып, осы жердің рухын өздерімен бірге алып барған ақш болсын, Европа болсын, Латын Америка болсын, Азия болсын, ол Африка болсын, ол елдердің өкілдері барғанда сөзсіз Астананың рухын, ұлы даланың дүбірін өздерімен бірге ала барады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасы спорттық сайыстармен ғана шектелмеді. Сондай-ақ мәдени және ғылыми шаралар өтті. Қазанат ипподромына іргелес аумақта шамамен 10 гектар жерде орналасқан көшпенділер ғаламы этноауылы мәдени шаралардың алаңына айналды. Ал ұлттық мұражайда халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Онда көшпелілердің спортынан бастап тағамына дейін талданды. Әлемнің ондаған елінен келген ғалымдар көнегөз өркениетке жаңа заман биігінен көз жүгіртті. Мен орталық Азиядағы көшпелі халықтардың асханасын зерттедім. Олар азық-түлікті асқан талғаммен қолданған, етті де арнайы қазанда пісірген. Көшпелі халықтар тағамды адамның денсаулығымен өте керемет үйлестіре білген. Қазіргі тамақтан келетін ауруларды зерттеп қарасақ, көшпенді тағам мәдениетінің өте өзекті екенін аңғарамыз.
tabii göçebelerde çok ahlak көшпелілердің болмысын зерттей келе мен олардың нағыз гуманист болғанына көз жеткіздім. Олардың өмірі табиғатпен біте қайнасқан. Олар қоршаған ортаға құрметпен қарап, ғаламдық мәселелер туралы ойлаған. Сол көшпелілердің өмір салты бүгінгі әлемге керек, себебі қазіргі капиталистік жүйе адами құндылықтардан біраз алшақтап бара жатқан секілді. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы бірінші орынды иеленді. Еліміз 43 алтын, 32 күміс және 37 қола медаль иеленді. Қырғызстан спортшылары 2-ші орынға жайғасып, Өзбекстан үздік үштікті түйіндеді. Тоғыз мемлекет меморандумға қол қойып, осы бір жылдан астам уақыт болды. Оның халықаралық федерация құрылған болатын. Федерация құрылғаннан кейін мүше болып, түрік мемлекеті қосылды. Бұл енді ат үстіндегі жүрген, атқа мінетін ел мемлекеттерінің барлығына ортақ дүние. Былайша айтқанда енді олардың ішіндегі бір бас жоғарысы біздің қазақ спортшылары, ол деңгейі өйткені жоғары. Ойын өте тартысты болды, жаңағы соңғы минуттар, қосымша минуттарға дейін барды. Аллаға шүкір, алтын салымға ие болдық. 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынында да Турция мемлекетінде нейтральный зонада ойнаған кезде де осылай алтын салымға қол жеткізгем. Бірден бір жанкүйерлердің ыстық ықыласы бізге білінді, сезілді. Қазақ спортына қандай да бір өзіміздің пайдамыз тигізсек, сол біз үшін ең жоғарғы баға деп білеміз. Ұлы дала дүбірі біз үшін тарихи оқиға. Еуразияның жүрегіндегі елорда 5 күн бойы дүбірге толды. Күллі әлем жұрты нағыз көшпелілердің болмысына куә болды. Bütün siyasi meselelerin dışarısına çıkarak бұл алаңда саяси мәселелерден тыс бауырластық заңын құруға болады. Бұдан кейін елдер арасында сауда-саттық ілгерілей бастайды және стратегиялық қарым-қатынастар жолға қойылады. Бұрын соңды болмаған осынау қиын қыстау кезеңде біз түбі бір түркі халықтары ретінде бір-бірімізге шынайы қолдау көрсетіп, көмектесеміз және әлеммен байланысымыз да нығая түскенін қалаймыз. Бұл жолда әсіресе дәстүрлі спорт түрлерінен өтетін жарыстардың ықпалы зор. Көшпенділер өркениеті нағыз көнекөз өркениет. Шын мәнінде көшпенді халықтар барлық құрлықта бар. Олардың ізін Европа мен Азиядан, Африка мен Америкадан көруге болады. Көшпенділердің мәдениеті, рухани қазынасы, құндылықтары ортақ. Көшпенді халық ең алдымен рухы азат жұрт. Көшпенділер үшін өмір мәңгілік қозғалыс. Олардың әр қадамы жаңа әлемге жасалған жасампаз қадам. Байырғы көк түріктен бүгінгі көп түрікке мұра болған дүниелерге қара шаңырақтағы халқымыз жаңаша серпін берді. Ендеше 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын Ұлы дала олимпиадасы деп айтылсақ та артық болмас.